Қайырлы кеш, достар. Сонымен көптен күткен сабағымызды бастайық. Қазір мен кішкене реттеп алайын. Ол сабақтарды мен сақтауға тырысамын. Сол үшін сразу бастап кете береміз. Жарайды. Адамдар жиналсын. Сіздердің белсенділіктеріңізге кәдімгідей риза болдым. Қазір кеше сіздерге қоңырау шалып жіберемін деген, сол кісілерге жіберіп қояйын. Біз кішкене 10 минутқа эфирді кеш бастап жатырмыз, себебі енді солай болып қалды. Жиналып қаптыз ғой. Так, good evening, guys. So, okay. Let's go today lesson. Так, всем привет. Давай уақытты құр кетірмей, тезірек сабағымызды бастайық, хорошо? Дайынсыздар ма? Кеттік. Бүгін мен сіздерге ағылшын тілінде өте жиі қолданылатын сабақтың бірі, то есть тақырыптың бірі, яғни бұл тақырыпты таңдаған себебім всегда біз сөйлеген кезде тез сөйлеп кету үшін в основном ағылшын тілінде осы структураны қолданады. Ол қайсысы деп ойлайсыздар? Давай. Кеттік. Ол бізде to be. To be несе қазір грамматикалық тұрғыдан түсіндіріп беремін. Негізінде өте жеңіл тақырып, оңай тақырып. Біз to be-ді беру арқылы өзіміз туралы ақпараттарды береміз. Кстати, мен даусым естіліп тұр ма? Микрофон қосып едім, неге? Естіліп тұрса, я деп жазыңыздар, кері байланыс беріп отырыңыздар, достар. Мен бірінші рет өтіп жатырмын, все-таки кішкене қобалжу бар. Даусым естіліп тұр ма? Все, рахмет, сымбат. Давай кеттік бастайық. Жалпы to be негізі elementary деңгейінде өтеді. Бұл жақта барлығы аралас болып тұрған ағылшынша базасы білетін, білмейтін деген сияқты. Бірақ мен ойлаймын, сіздер мектепте де оқыдыңыздар, универ, колледжде де оқыдыңыздар, сондықтан ешқандай да қиындық тудырмайды. Енді қараңыздар, to be бізде үшке бөлінеді. Қалай ол үшке бөлінеді, иә? Жалпы to be болу ғой. Мен боламын, сен боласың, ол болады деген кезде бізде просто боламын, боласың, болады деген кездегі жұрнақ сияқты бұл осылай өзгеріске ұшырайды. Енді қараңыздар, мысалы, ана жақта есімдіктер тұр, иә? I, мен, you, сен, we, біз, they, олар. Is, she, қызға айтамыз. Осының периоды қыз деп ойлайтын. Бұл қыз емес, қызға айтылады. Біз орыс тілінде ана, он деп айтамыз ғой. Вот тура сол сияқты. He is, ер адамдарға айтамыз, ұлдарға. Ал итті біз заттарға, жануарларға, өсімдіктерге айтамыз. Я, оны білесіздер. Енді осыны скриншоттап алсаңыздар болады. Кстати, дәптерге жазып алу үшін тез скриншот жасап алыңыздар. Уақыт берейін. Так, кеттік ары қарай. Жалпы түсінікті болып жатса, кері байланыс беріп отырыңыздар, иә? Мен сіздерді комментарийді өшірмей қояйын. Так, ары қарай. Енді біз тереңірек түсінейік. I am деп айтамыз. I are деп айта алмаймыз. Is деп айта алмаймыз. Уже ол кезде біздің сөйлеуіміз қате болады. Кеттік. Қазір. Так. Енді біз болымды түрде айтамыз, я? I am. Affirmative бұл бізде болымды. I am.
Ал енді негатив дегеніміз ол болымсыз. I'm not. Мысалы қараңдар. I'm a teacher. Мен мұғаліммін дедім. I'm not a teacher. Мен мұғалім емеспін. Сол сияқты. You are baby. Сен сәбисің. You are not baby. Сен сәби емессің. He, she, it барлығына is қолданылады. Бір мысал айта салайын. He is a taxi. Ол такси. Немесе тағы айтсақ болады. He is not policeman. Ол полиция емес. We are біз, яғни менің қасымда тұрған адамдар, оның барлығы біз деп айтылады. Дәл солай бұл жерде қараңыздар, сіздерге беріліп тұрған ұзартылған, I'm қақтан шығып жатыр, you are қақтан шығып жатыр. Бұл сіздерге нақты ашылып көрсетілген. Бірақ естеріңізде сақтаңыздар, ағылшындықтар, көбінесе ағылшын тілінде сөйлейтін адамдар көптеген сөздерді қысқартып, жеңіл сөйлегенді жақсы көреді. Қазір мен сіздерге оның барлығын көрсететін боламын. Келесісін қараймыз. Рахмет, қыздар. Так. Бұны да скриншоттап алыңыздар. Тез. То, что қазір жазып үлгермейсіздер ғой, потом скриншоттан қарап аласыздар. Так, енді қараңыздар. Біз сұраулы түріне көңіл бөлейік. Өте оңай. Жаңағы біз үйренген to be алдына шығады да, одан кейін subject келеді. Subject дегеніміз ол есімдік. Қараңдар. Am, I. Are, you. Өте мұқият тыңдап отырамыз, қыздар, потому что соңында тапсырма болады. Енді жауабына қараңыздар. Short answer. Ол бізде қысқа жауап. Айттым ғой, олар ұзақ айтқысы келмейді, бәрін қысқарта салады. Сол үшін ағылшын тілі өте оңай үйренген кезде. Қараңдар. Am I түсіндіру үшін жасалған, бірақ біз көбінесе өз-өзімізге сұрақ қоймаймыз ғой. Yes, I am. Бұл болымды жауап. Всегда көбісіне бір ағылшынша сұрақ қойсаң, yes деп қоя салады. Yes емес, біз кішкене сұрақты қысқа болса да толықтыруымыз керек. Yes, I am. Немесе жоқ деп жауап беретін болсақ, no, I'm not. Тағы да бір сұрақ қояйық. Так, are you teenagers? Сендер жасөспірімсіңдер ме? Жауабы қалай болады? Are you деп қойдым. Жауабы yes, we are. Біз жасөспірімбіз деген қысқа жауап. Немесе біз жасөспірім болмаса қалай айтамыз? No, you are not. Бұл қысқа жауап. Так, енді бұдан да қысқарған формасын көрсетемін қазір сіздерге. Қараймыз. Так. Вот. I am бізде I am болып қысқарады. You are қысқарады you. We are қысқарады you. They are қысқарады their. Енді қараңыздар. Бұл болымдының қысқаруы. Енді болымсызға қараңыздар. I'm not. I am not. I'm not. Is, мысалы, she is not. She isn't. He is not. He isn't. Are not қысқарады aren't. Енді бір ескеретін жағдай бар. Біз қысқартылған түрін қолданамыз ғой. Вот. Именно осы біз сұрақ қойған кезде сұрақтың жауабына. Мысалы, you are teacher. Yes, I am. I am деп толық жауап беруіміз керек. Осы жауап берген кезінде тек қана сұрақтың жауабын қысқартпаймыз. Yes, I am десек, ол бізде өте қате болып қалады. Сол үшін yes, I am дейміз. Алдыңғы мені қараңыздар, жаңа скриншотта аласыздар ғой, тоже бір көз жүгіртіп қараңыздар. Мына жерде қысқа жауаптар тұр, екінші бағанда. Осы жерде қалай бір жауап беру керек екенін айтылған. Так, ары қарай. Қыздар, мен сабақтардың барлық слайдын өзім жасаймын. Сондықтан сізге түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Осы дизайнды жасаған маған ұнайды. Так, жалпы бұл to be бізге не үшін керек? Өмірде қолданып жүрсіздер ме? В основном қолданасыздар, бірақ көбілері қалай оны ашып қолдану керек түсінбей жатады. Так. Ой, менде бір не басылмай қалған ба? Так. Қараңыздар, біз енді не үшін қолданамыз to be-ді? Өте көп жерде қараңыздар. Есімімізді айтқан кезде, мысалы, I am Жәнерке. Мен Жәнеркемін. Эмоция айтқан кезде, сіздерден мұғалімдер бұрын сұраушы еді ғой, how are you деп деген кезде қалдарың қалай?
қалайсың деп, немесе кез келген дос сұрайды. Сол кезде қалай жауап береміз? I'm happy, мен бақыттымын. I'm okay, менде бәрі жақсы деген сияқты, иә. Осы жерде біз to be-ге өзіміздің эмоциямызды айта аламыз, иә. Бақыттымын, көңілдімін деген сияқты. Ары қарай, үшінші ол жасымызды айтқан кезде. Не деп айтасыздар сіздер? Мысалы, 10 жаста болсаңыз, I'm 10, иә, мен 10-дамын. Немесе my brother is 20, менің ағам 20-да деген сияқты. Жаңағы одан кейін қалайсың деген сұрақ, how are you? Тоже бұл біз көңіл күйімізді, эмоциямызды айтқан кезде қолдана береміз. Келесі сипаттау. Мысалы біреуге комплимент айтатын кезде, немесе өзіміз туралы ақпарат беретін кезде, қараңыздар. I'm smart, мен ақылдымын. Немесе одан бетер күшейтіп біреуді мақтағымыз келсе, you are brilliant. Яғни сен вообще кереметсің. Немесе she is good, ол жақсы деген сияқты біз сөздерді қолдана береміз. Вот осы кезде есімдік пен біздің сын есімдерімізді, сан есімдерімізді байланыстыратын ортадағы ол етістік, осы to be етістігі. Жалпы to-ды алып тастаймыз да, біз be-ді өзгерте береміз. Ары қарай, мамандығымызды айтқан кезде, I'm a teacher, I'm a student, I'm a doctor деген сияқты мен мұғаліммін, мен оқушымын, мен дәрігермін деп айта береміз. Вот, енді келесі бізде некен айтатын жер. Қараңыздар. Біз сұраймыз, where are you from? Where are you from? Сен қайдансың? Мысалы айтамыз, I'm from Көкбастау village in Тараз. Мен Көкбастау ауылнанбын, Тараздағы деген сияқты. Осылай мекенімізді, қай жақта екенімізді жалпылама сұрақтарда осы келеді. Яғни біз сол сұрақтарға жауап бере аламыз. Енді қазір сіздерге практика болады. Давай кеттік. Неміз қайда? Қараңыздар, өте мән береміз. How old are you? Бағанадан бері мен сізге ауызша түсіндірдім. Енді жазбашасына мән беріңіздер. Сенің жасың қаншада? I'm 22. Мен 22-демін. Бұны немесе қысқарта аламыз. I'm 22. Келесі, where are you from? I'm from Taraz in Kazakhstan. Қараңдар, көбісі былай айтады. I'm from Kazakhstan in Taraz деп ше. Мен Қазақстаннамын, Тараздағы деп. Ол қазақ тілінде де нелогично, потому что біз не деп айтамыз? Мен Таразданмын, from деген данмын, in деген ішінде деген мағынаны. Сонда мен Таразданмын, Қазақстандағы, яғни Қазақстан ішіндегі деген сияқты, иә? Ары қарай келесі. What's your name? Білесіздер, сенің атың кім? My name is Жанеке. Мен бірге қайталап отырмыз осы сұрақты мұқият оқып. Кеттік ары қарай. She is my sister. Ол менің әпкем. What's his ұлғайтыламыз. What's his name? Оның аты кім? Біз енді күрделендірейік, өзіміз ғана айта бермейік. His name, оның аты кім деп сұрап жатыр. Оның аты Айдар. His name is Айдар. Осы жерде қараңыздар. Біз бағанадан бері үйреніп жатырық, иә? Мен деген кезде I'm-ды қолданамыз. I'm деген сияқты. Вот именно үшінші сұрақты қараңыздар. What's your name? Сенің атың кім? My name is Жанерке деп тұр. Неге біз name is деп айтамыз? Бұл көбілеріңізге байқалмай кетеді, себебі сіздер кішкентайларыңыздан осылай айтып үйреніп қалдыңыздар ғой. Осының түбірін қарайық. Неге my name, aim, Жанерке деп айтпаймыз? Біз барлығынан өзімізге қолданып жатырық қой, мен дегенде am қолданып жатырық, неге is қолданылып кетті? Логично. Потому что бұл жерде мені сұрап тұрған жоқ, менің атымды сұрап тұр. Менің атым затисің ғой? То есть ол зат қой, менің атым Жанерке деген. Сол үшін біз затқа не қолданамыз? Итте is қолданамыз, Вот, қараңдар, сонда my name is Жанерке. Түсінікті ғой, Ары қарай келесі сұрақ. What's your brother's name? Осы жердегі brothers дегенде, қараңдар,
апостроф и потом эстер, я? Сен. Қалайсың? Бұл сұрақты барлықтарыңыз білесіздер. I'm okay, I'm fine, I'm happy деген сияқты кез келген сұраққа, то есть кез келген көңіл күйде сіздер ашық, оңай жауап бере аласыздар. Енді тағы да бір кішкене практика жасай жіберейік. Так. Шамал қалай айтылады, кімге айтылады? Осы барлығын қолданып, 7 есімдікте 7 сөйлем жазып жіберіңіздер. Мен тәрбие, мен бала, мен қызбын, мен жақсымын, мен бақыттымын деген сияқты бүгінгі үйренген жеңіл. Так, ақырай. It's cold. Салқын, я? Просто бұл салқын депті, бір зат салқын болыпты. Қалай болады? It is not cold. Сіздер жазып отырыңыздар тапсырмаларды, осында комментария жазыңдар, болмаса дайректке жіберіңіздер. Ақырай, G. She is American. Ол американдық. Қалай өзгертеміз? Ол американдық емес. То есть, she isn't American. He is at the park. Ол паркте. Ол паркте емес, қалай айтамыз? He isn't at the park. Я? Енді достар, осыны сұрақ жасайық. Біз барлығын негатив жасап шықтық. Енді сұрақ жасап көрейік. Давай, 2-ден бастайық. Биден. I'm at home. Енді сұрайық. Мен үйден бе, немесе сен үйдесің бе? Давай, сіздер үйренді өздері мен деп сұрақ қойды. I am мектепте де, басқа жақта да оқып жүрген, курстарға қатысып жүрген кезде бәрі сөйлейді. Мектепте ағылшын оқыдысың ғой, кәні сөйлеш деп. Сен ана күшті грамматика белгілейтінді, күшті тест белгілейтінді, іші слабый болады, далада жел болғанға. Қараңыздар, қазір жаз айы, невыгодно офлайн оқу, потому что мен бүкіл білімді онлайн алып жатырмын, алдында мен сіздерге стоста барлығын ашып көрсеттім ғой. Сен біреу жазып жүріп, нешінші отчет беріп жатсың. Бұл отчет емес, өзім таныстырып жатырмын. Қараңыздар, мен былтыр IELTS-қа дайындалған кезде Тараз қаласына барып офлайн пакетті таңдадым. Өйткені живой өткім келді, мұғаліммен. Оказывается, это вообще невыгодно болды. Потому что қараңыздар, күн ыстық, сен әбіржіп барасың, одан әбіржіп қайтасың. Кейде куратор болмай қалады, кейде сен сұранасың. Вот офлайнның бір минусы, сен көп сабақтарды пропускать етесің. Көп сабақтарға қатыса алмайсың. И потом офлайнда кішкене баға жоғары болады. Сен проезден кезде сен құр бармайсың, там шөлдеп бірнәрсе жегің келіп келеді. В общем, былайша айтқанда шығын. Вот мен неге онлайнға именно жазда көшіп жатырмын. Себебі көктемнің өзінде күн қатты ыстық болды. Мен оқушыларыма жаным ашып кетті. Оқушыларыма айттым, осы айды бітірейік, потом онлайнға көшеміз дедім. Себебі олардың қиналған керегі жоқ. Күн ыстықта кәдімгідей бала қиналып келеді. Адам қиналғаннан кейін оқығысы келмейді. Сол үшін барынша комфорт ретінде осы онлайн жасап шығардым. Еще бұл жер вообще күшті. Мысалы, біз олармен аптасына 3 рет кездесетін болсақ, ал мұнда 5 рет. Представляете, аптасына 5 күн сіз ағылшын оқисыз. Кәдімгі сіздің өміріңізге ағылшын кіреді. И сіз сөйлеп шығасыз. Вообще выгодно ғой. Мысалы, сабақта сұранбайсыз, азанда кешке өзіңіз білесіз, қай уақытта платформаға кіргіңіз келеді, сол уақытта сабақты оқисыз, одан главный спикингға уақытылы кірсеңіз болды. Одан кейін ақшасы да кішкене желі болады. Үйде, қонақта жүріп, басқа қалада жүріп те онлайн оқи бересіздер. Онлайнның тиімділігі өте көп. Енді қараңыздар, мен қазір сіздерге пакеттермен таныстырып шығайын. Ең бірінші бізде жүреді стандарт пакет. Ой, мен көрінбей қалдым. То есть, сурет көрінбей қалды. Қараңыздар, стандарт пакет. Мен 3 пакет дайындап қойдым, сіздерге барынша выгодно болу үшін. Бұл жерде 8 модуль. 8 модульда, яғни 8 бөлім, әр бөлімнің тақырыптары бар. Оны қажет болса, мен сіздердің жекелеріңізге жіберетін боламын. Ең бірінші мен beginner және elementary бастапқы деңгейді ашып жатырмын, қыздар, жігіттер. Бұны даже бұрын ағылшынша оқымаған, или там базасы бар, ары қарай білмейтін, фундаменті қаланбаған оқушылар, студенттер, даже мұғалімдер де алса да болады. Себебі қазір мұғалімдерге де күшті ұсыныстар айтатын боламын. Қараңыздар. Стандарт пакеттің ішінде 8 модуль сабақ. Просто платформаға кіресіз и сабақтарды қарайсыз. Аптасына 3 рет сол сабақтарды көресіз.
видеоларды көресіз. Бұл 2 айға жетеді. Яғни 2 айда сіз beginner и elementary деңгейін алсаңыз. Мне кажется, елдің бәрі beginner деңгейін біледі. Бірақ beginnerмен жұмыс жасаймыз. Уайымдамаңыздар. Произношение, әріп барлығын қамтитын боламыз. Главное, elementary деңгейін алып шығасыз. Бірақ бұл стандарт пакетте бір минус бар. Ол үй тапсырмасы берілмейді сізге. Үй тапсырмасы платформада бар, бірақ ол тексерілмейді. Түсінесіз ба? Одан кейін кері байланыс берілмейді. Яғни сіз өзіңіз оқисыз, болды. Сізге кері байланыс қатеңізді түзету, сіздің произношениеңізді жұмыс жаса, анау деген сияқты ешқандай куратор ешкім болмайды. Только өзіңіз отырасыз. Және спикинг болмайды. Мен ойлаймын, негізі спикингсіз ағылшын үйрену ақылға сыймайды. Бұны алуға болады, мысалы, ұбт тапсырып жатқан кезде, грамматика үшін оқимын, грамматика үшін керек, или мектептен 5 алуым керек, жазба тесттерден десеңіз, осы пакетті алыңыз. Бірақ енді оқыған соң, мне кажется, спикинг болған дұрыс. Енді бұл бірінші пакет бізде стандарт. Екінші пакетті таныстырайын сіздерге. Екінші пакет бізде VIP пакет. Бұл да тура солай 8 модуль бар ішінде, 2 ай оқисыз, 2 ай ұзақтығы. Аптасына 3 рет кәдімгі платформадағы сабақтарды өтесіз. Грамматикалық видео сабақтар болады қосымша. Бұл жерде мультфильм бәрі бар ішінде ше. Енді қараңыздар, 2 айда бір деңгейдің грамматикасын үйреніп шығасыз. Бұл же elementary деңгей, база. Elementary білсем, болды, сөйлеп кетесің. Вообще уайымдама, даже beginnerдің өзінде өзің туралы ақпарат бере аласың. Ал elementary жан-жақтағы нәрселерді айта аласың. И бұл жерде бір жақсы жері тапсырмасы бар. И тапсырма береді қосымша. Одан кері байланыс береді. Сен мынауың қате, мынауың дұрыс, мынаны же деген сияқты. Арқайы және спикинг 2 рет болады. Біз 2 рет кездесеміз, яғни онлайн кездесеміз. Спикингді мен өзім жүргізетін боламын, так что ешқандай уайымдамаңыздар, менде ешқандай куратор, ешкім жоқ. Өйтіп сіздерді басқа біреуге лақтырып жіберетіндей. Так что VIP тарифті мен негізі осы VIP тарифке ғашықпын ше. Прямо оқимын деген адамның несі ғой, пакеті ғой. Ары қарай. Енді үшінші пакет. Соңғы пакет бұл бізде премиум пакеті. Так, мына жерде кішкене ашып береді қапты. Біріншіден бұл жерге бүкіл екінші пакет бар ғой, VIP тарифтің бүкіл сабақтары кіреді, бүкіл условиясы кіреді. Және бұл жерде живой айына бір рет кездесеміз. Бұл 2 айға созылғандықтан біз 2 рет кездесеміз. Ойлаңыздар, офлайн қай жер ыңғайлы? Мысалы, Тараз қаласы болса, Тараз қаласында, немесе в основном Тараз қаласынан ғой. Одан кейін, мысалы, ауданнан болсаңыз, ауданда кездесе аламыз. Яғни біз живой отырып 2 рет сабақ өтеміз. Бұл вообще күшті энергия алмасады деген сияқты. Одан кейін бұл, мне кажется, премиум пакет студенттерге, сосын қосымша табыс тапқысы келетін және мұғалімдерге өте тиімді. Неге? Себебі мен осы курстағы слайдтар, электронды кітаптар, оқушыны оқытуға арналған, немесе өзін ары қарай жалғастырып оқуға арналған ағылшын тіліндегі электронды кітаптар, грамматикалық кітаптардың барлығын сізге беретін боламын. Өте күшті. Сіз бұны өзіңіз ары қарай бұл курс біткеннен кейін сол кітапшалар арқылы дамыта берсеңіз болады. Немесе сол кітапшаларды пайдаланып бала оқытсаңыз болады. Бұл былайша айтқан кезде как менторство сияқты, менторствоның пакеті сияқты. Өте выгодно. Сіздер қараңыздар, бұның енді бағасына келейік. Бағасы өте күлкілі, ең тиімді, ең арзан бағаны қойдым. Қараңыздар, көрініп тұр ма? Стандарт пакет 30 мың теңге. Бұл 2 айға сразу төлеп тастайсыз. Немесе бірінші айына 15 мың, екінші айына 15 мың қылсаңыз болады. Одан кейін VIP-тің бағасын қараңыздар, 50 мың теңге. Бірінші айға 25, екінші айға 25 төлей аласыздар. Бұл 2 айға есептелінген. Одан кейін премиум пакет, бұл бізде 80. Бұл айтқан уже менторство более. Еще премиум пакет тек қана бірақ жалғыз өзіңіз оқисыз. Ал VIP тарифте сіз топпен оқисыз. Топта бізде өте мини группа болады, 4 адам сондай дамыту, потому что уже спикингді дамыту керек қой. Мен сол үшін көп адам алмаймын. Так, бұл негізгі бағасы. Достар, енді бағанадан бері сіздерге прямоға кіріңдер, тегін сабақты қараңдар деп. Менің каждый сторисіма кәдімгі мотивация беріп, реакция тастап, осы уақытқа дейін парақшамда отырғандарым үшін ең бірінші қатылымды осы жерде жасап жатқандықтан, конечно, сіздерге менің сыйлығым бар. Қараңыздар, бұл баға қыздар 24 сағат ішіне ғана шыдайды. Одан кейін бұл осы бағада қалады.
Вот, мен сіздерге күшті қылып скидка жасап қойдым. Стандарт пакет 20 мың теңге, яғни айына 16 мың теңге. Вообще күлкілі. Бұл деген VIP тарифті қараңыздар, 40 мың теңге. Ол 2 айға 20 мың. Қазір жай бір курстың өзі 40 мың теңге, то есть бір ненің өзі өте қымбат, 40 мыңнан жоғары, 60 мың, 80 мыңға дейін келеді. Ал бұл жерде ойлайсыз, 2 айға 40 мың теңге төлейсіз, 20 мыңнан. Енді премиум пакетте бұл 80 мыңнан мен 60 мыңға қойдым. Бұны в основном бұл пакетте жеке оқисыз. И менде орын саны шектеулі. Маған сан емес, сапа маңызды, қыздар. Сол үшін VIP пакетте мен деңгейге байланысты тек 16 адам аламын дедім, 5-5-еуден. Не обязательно 5 мүмкін, 4 мүмкін, 3. Ал премиумға тек бірақ орын ашамын, потому что бұл жерде кездесу бар, там менторство бар, бұл жақта жалғыз оқисыз. Ал VIP-те топпен оқисыз. Стандартты тоже жеке оқисыз. Стандартты сізге ешкім кедергі келтірмейді, даже мен де сізге кері байланыс бермеймін. Тек қана платформадағы сабақтарды көріп отырасыз. Ал VIP тарифте ол кәдімгі кері байланыс болады. Аптасына 5 рет сабақ өтесіздер. Премиум пакетте тоже аптасына 5 рет сабақ өтесіздер. И плюс 2 рет офлайн кездесеміз. Еще бүкіл материалдар беріледі. Мен айтып тұрмын, негізі бизнес жасаймын или там бизнес жасамай-ақ сіз мектепте мұғалім болсаңыз, студент болсаңыз, осы жердегі материалдарды қолданып, студент болып сабақтың бәрін бес қылып салуға болады. Даже бар ғой қыздар, мысалы 9, 10, 11-дің оқушысы болсаңыз да, премиум пакетті алып, ары қарай бала оқытсаңыз болады. Өйткені бұл қазақ тілінде ағылшын болғандықтан, вот именно ауылдық жерлерде ағылшын тілінде курстар өте аз. Олар там ауданға қалаға барып келуге қиналады. Вот сол кезде сіз премиум пакетті алып, ауылдан ашып салсаңыз болады. Жарайды, болмаса көршіңді оқыт, болмаса осылай онлайн ашып ал деген сияқты. Жалпы бұл өзің ғана оқып қоймай, табыс табасың, плюс басқаларға көмегіңді көрсетесің ғой. Дәл осылай VIP-ті де алсаңыздар болады. VIP-те чисто өз біліміңізде, бірақ кішкене еңбек ету керек болады. Бұл жерде сайттардың бәрін өзіңіз жасайсыз. А премиумда ештеңе жасамайсыз. Сразу бәрі готовый, мен сізге дайын нәрсенің бәрін беретін боламын. Мына бағасын скриншоттап алыңыздар, достар. Енді давайте реквизит жіберейін сіздерге. Вот реквизит. Ой. Так. Қаға кеттім мен? Мен суретті алмай отырмын. Да, мен Каспий Голд және сарыдағы народный көрініп тұр, иә? Ой, мен қалай жасайтын білмей отырмын. Так, мына жерге қойым басымда. Астында менің Каспий Голд номерім, скриншоттап алыңыздар, осыған төлем жасасаңыздар болады. И бронь жасап қойсаңыздар болады. 5 мың теңге, там 2 мың теңге, қанша Каспий немесе народныйыңызда бар, сол ақшаны жіберіп қойыңыз. Бронь жасап қойғандар баға өспейді. Жаңағы скидкадағы баға қалады. Қыздар бұл 24 сағатқа ғана шыдайды. Так что успейте купить. Окей? Скриншоттап алыңыздар. Біз қазір сабағымызды ары жалғастырамыз. Так. Кімде қандай сұрақ бар? Сұрақ қойып алыңыздар. Негізі бүгінгі сабақ пайдалы болады ма сіздерге? Мен басқа тақырып емес, мен осы тақырыпты алған себебім, просто бұл жақта тез сөйлеуге көмектесетін тақырып бұл ше, кәдімгідей күшті сабақ. Бұны білсеңіз, вообще ағылшынша күшті білесің дейсіз ғой, базалық не. Енді қараңыздар. Мен сіздерге бір сұрақтар қояйын, сабағымыздың жалғасы ретінде. What's your name? What's your name? Жазамыз. Не деген сұрақ ол? Сенің атың кім? Ағылшынша жазып қойықшы. Барлығыңыз негізі ағылшынша білесіздер ғой, база бар ғой. How old are you? Жасың қаншада? Қалай жауап береміз? Әркім жасы әртүрлі. I'm дейміз да, жасымызды жүреміз. Цифрмен жазса да болады. Келесі, where are you from? Қай жақтансың? Давайте осы сұрақ қызық маған. Қай қаладан, қай жерден кіріп отырсыздар? Так, who are you? Немесе what's your profession? Сен кімсің? Немесе сенің мамандығың кім? Жазамыз. Мысалы қараңыздар, I'm a teacher. Teacher деген сөз мұғалім. Мұғалімді жаза алмайтын болсақ, бүгінгі үйренген. Не үйрендіңіз бүгін? I'm мұғалім. I'm дәрігер. I'm тәрбиеші деген сияқты білетін сөздерді жаза беріңіздер. Қазақша, ағылшынша араласа берсе ештеңе етпейді. Так. Who are you learning English?
неге ағылшын тілін үйреніп жатсың? Так, осы сұрақтарды скриншоттап алыңыздар, потом маған ответ ретінде жібересіздер, иә? Кеттік, ары қарай. Вот, мен сабақтың соңына қарай әдейі осындай нәрсені жасап қойдым ғой. Қараңыздар, біз to be етістігі, бүгінгі үйренген етістікті осылай елестетеміз. Осылай сурет арқылы, ертегі арқылы есте сақталады. О, рахмет, оттарға рахмет. Яғни жандыртсақ, пожарный шақырғатындай. Кеттік, to be болу, оның бір айдаһар болады, оның үш басы болады. Ертегі айтып жатырмын. Бірінші басы am болады. Ол I дейді. Ол всегда өз туралы айтып береді. I'm деп өз туралы айтып мақтанып сөйтеді. Екінші басы are болады. Яғни ол екінші жақта айтады, жаңағы біз, сендер, сіз деген сияқты. Олар деп ше, көпше, сондай екінші жақтағы нәрселерді айтып жатады. Ал вот үшінші бас, ол is, бүгінгі үйренген is, ол үшінші жақта тек бір-ақ адамды айтады. То есть бір-ақ заттарда. He, she, it, all деген сияқты. Түсінікті ма? Осы ертегі негізі өте қызық. Бір to-be'ді біз осылай үш басты айдаһар ретінде аламыз. Балаларға да өте қызық осылай түсінік берсең. Так, келесі. Енді жаттығуға қараңдар. Біріншісі, плюсик тұрғандар олар біз болымды сөйлем жасауымыз керек, минус тұрғандар болымсыз сөйлем жасауымыз керек, иә? Кеттік. I дегенге біз не қоятын едік? Am ба, is ба, are ма? Am қоямыз, иә? Бізге комментарийға жазып бересіздер, am деп. I am a student. She is a nice girl. Уже келесі үшінші сөйлем негатив болу керек. You are the teacher. He isn't 15 years old. It is a blue pencil case. Мағыналарын түсініп отырып аударып отырайын ба? Қараңдар. I am a student. Мен оқушымын. Немесе студентпін. She is nice girl. Ол андай приятный қыз дейді. Келесі. You are not a teacher. Сен мұғалім емессің. He is 15 years old. He isn't. Ол 15 жаста емес. It is a blue pencil case. Ол көк, не мынау? Pencil case'тің қазақшасы. Ручка сақ қоятын ыдыс дейді, пенал. I am not a singer. Мен әнші емеспін. Ары қарай. You are happy. Сен бақыттысың. She is my friend. Ол менің досым. She isn't a policeman. Ол полицейский емес. О, Жандосова. You are happy. Yes. Very good. So next. She, так. Осы сөйлемді қараңдар, соңғы оқыған сөйлем. She isn't a policeman. Неге ол полицейский емес деді? Потому что policeman, man деген ол бізде ер адам. Значит, ер адамдағы қолданатын сөз. А she бізде қыз. It isn't a yellow flowers. Ол сары гүл емес дейді. Жақсы, осылай комментарийға жазып отырыңыздар. Так, ары қарай. Бұнымен біткен жоқ, тағы да бір тапсырма қарайық. Осылай тапсырмалар арқылы, сөйлеу арқылы біз спикинді жақсартамыз. Так что там кітап оқып, кітап оқығанда пайдалы, бірақ өз-өзіңізбен емес, кішкене спикинг болу керек. Так, оқи, 1 сағат болыпты уже. Кеттік, тез сәт. Біріншісінде you are student, сұрақ жасауымыз керек. Сен оқушысың ба, немесе студентсің ба? Біз не қоямыз? Есімдікке қараймыз. Есімдік you деп тұр. Youға не қоямыз? Are. Дұрыс. Are you a student? Молодец, Жандосова. Жандосовна. Кешірім сұрайын. Ашуға қатып қалдым. Ары қарай. Yes, I am. No, I'm not. Екіншісіге қарайық. Eat your rubber. Осы жерде itке қараймыз. Сегізде is болады, иә? Is it your rubber? Yes, it is. No, it isn't. Үшке қарайық. She your mom. Не қоямыз? She болса. Is қоямыз. Is she your mom? Yes, she isn't.
то есть is, кешірім сұраймын. No, she isn't. Енді төртінші сұраққа қарайық. Нас уже білеміз. А қоя саламыз, иә? Are you happy? Yes, No, I'm not. Беске қарайық. Беске қараймыз. Is he your brother? Yes, she is. No, he isn't. То есть мен уже шатасып отырмын. He мен шиді. Так, Жандосовна өте дұрыс. Are you happy болады? Молодец. Так, қарай. Бізде енді соңғы 7-ші сөйлем қалды. It болса, не қоямыз? Is қоямыз, иә? Is it a school bag? Бұл мектеп сөмкесі ме? Yes, it is. No, it isn't. Өте жақсы, қыздар, жігіттер. Так. Жандосовна, мен сізді қазір көріп тұрмын. То есть, сіз бүгінгі сабақ пайдалы болды ма сізге? Өйткені өте керемет жауап беріп жатсыз. Түсінікті болды деп ойлаймын. Себебі сіздің қатесіз жауаптарыңызға қарап. Так, тоже сабақты скриншоттауыңыз, маған кері байланысып кетсеңіздер болады. Так. Енді достар, қараңыздаршы, біз прямой эфирдің өзінде to be етістігін, яғни қаншама жерге өзіміз туралы информация бере алатындай бүгін сөйлеп үйрендік, пайдалы болды, жаттығулар орындалып, практика болды бізде. Енді бұл жай ғана осы жерде мен отырып түсіндіріп отырмын сіздерге. Сіздер тек қана комментарий жазыңыздар. Енді осыны біз вообще дамытсақ болады ғой, бірге сөйлесіп, спикерді дамытып. Осыны қазір ағылшын тілін білу өте трендте. Сосын ағылшын тілін білгеннен кейін көп андай кемелдене түсесің, кемелдену деген жалпы ақылың толысатын сияқты. Сосын бір тіл білген адам, бір адам, екі тіл білген адам, екі адам деп айтып жатады ғой. Вот, ағылшын тілін білсең, сен ойлау қабілетің де басқаша болады. Сосын тіл үйренген кезде мидағы әрбір нейрондар оянады екен. Яғни тіл үйренген кезде енді құдай сақтасын, бірақ жаман аурулар болады, рак деген сияқты, солардың алдын алады. Прикинь, бұл сізге пайдалы болса, еще плюс аурулардан сақтаса, это вообще кайф қой. Сол үшін мен сіздерге ағылшын тілін үйренуге кеңес беретін. Мен алдында көрдіңіздер ғой, қаншама жұмыс жасаймын, осы ағылшын тілін білгенде маған кәдімгідей табыс әкелді. Я в шокемін ғой. Өзім ғана осының барлығын біліп жүре бермей, сіздерге де үйреткім келеді. Сондықтан бүгінгі прямой эфирге қатысқандарыңызға үлкен рахмет. Қазір мүмкіндік болса мен прямой эфирді сақтап қоямын. Қайталап осы сабақты көрсеңіздер болады. Жаңағы тапсырмаларды барлығын маған дайындап кете беріңіздер. Мен сіздерге кері байланыс беруге тырысамын. Жарай ма? Қандай кімде сұрақтар бар? Если постқа салып жатсам, астына комментарий жазып қойыңыздар. Бұл тек 24 сағат қана сақталады. Бұл баға одан кейін бұл өседі. Бұл өте арзан, кәдімгі қолжетімді баға қойдым мен. Себебі ойландым, мені тек қана Астана, Алматы қаласынан оқымайды ғой. Бұл жерде менде ауылдан, Тараздан, Таразда кішкене төмен келместер. Сондықтан барлық мен оқығысы келетін студенттерге қолжетімді болсын деген ниетпен осындай баға қойдым. Сіздер бұл жерде бірақ төлем, яғни 20 мыңға бір рет сатып аласыз, болды. 40 мыңға сатып аласыз, болды. Артық ақша төлемейсіз, осымен қалады. Бүгін төлем жасап үлгерсеңіздер, бронь жасап қойыңыздар. Жаңа реквизитті жібердім ғой. Мына скриншоттап алдыңыздар ма? Көрсетейін, тағы оқыған ғой өздеріңізге. Вот, қыздар, реквизит. Мен кейбіреулеріңіз нені білесіздер, сіздер Каспин номерін ше. Так, қазір менде ауысып кетті номер. Так, кімде қандай сұрақ бар? Яна жасап жатқан онлайн курсыма кәдімгідей ғашық болып жатырмын. Даже оған бөлек сайт дайындап, танысуға бөлек, сабақтардың бәрін бөлек қылып ең барша оқушылардың жағдайын ойлап жатырмын. Күн ыстықта шығып, жүрмесін үйіне келіп, там үйде шақырып деген сияқты. Вот сол онлайн үйде жатып көлеңкеде оқысын, сұранбай, кез келген жерде оқи береді деген сияқты.
Вот. Барлығы негізі ұсыныстан келген. Енді мен маған солай онлайн оқытшы деген адамдарға соларға ғана барып оқытқанша, мен бірінші бұрыннан бері жақын болып келе жатқан инста достарыма көрсетейін, мүмкін араларында тоже ағылшын оқығысы келіп, жазда дамығысы келіп жатқан оқушылар, жандар бар шығар деп осында сіздермен бөлісіп жатырмын. Бізде уже 1 сағаттан асып кетті. Давайте кері байланыс күтемін сіздерден. Сұрақтарыңыз болса, ұялмай дайректке қойып сұраңыздар. Жарай ма? Мен прямо эфирден шығамын. Рахмет сабаққа қатысып кері байланыс бергендеріңізге. Мен кәдімгідей риза болдым. Мен вообще парақшам бұндай белсенді болып кетпеген ғой. Бұлай соңғышыма реакция күтпеген менше. Бірақ жіберіп жатсыздар, қолдап жатсыздар, неше түрлі сөздер айтасыздар. Я шок ғой. Елдің бәрін блогер болып кеткесіме ақ болады. Одан кейін блогер болмасаң, ұят қой. Давайте, достар. Осындай тым кеш болып кетеді эфир. Или осындай уақыт ыңғайлы ма сіздерге? Давайте. Good night. See you next day.